Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз 10-шы сынып жаратылыстану математикалық бағытына арналған 3-ші тоқсандағы 17-ші топ элементтері және 2-ші топ элементтері бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын талдайтын боламыз. Бұл бізде 2-ші нұсқа. Олай болса, тапсырмаға көшейік. Бірінші тапсырма: мүмкін болатын реакция теңдеуін аяқтаңыз. Натрий бромиді және хлор 2 бізде түзіледі. Натрий хлориді, бром 2 теңестіреміз, 2 және 2 реакция жүреді. Кальций хлориді және бром 2, бұл жерде бром хлорды ығыстыра алмайды, сондықтан реакция жүрмейді. Натрий айодиді және хлор, бұл жерде натрий хлориді және йод 2 бөлінеді, теңестіреміз, 2 және 2. Кальций фториді және хлор 2, бұл жерде хлор фторды ығыстыра алмайды, сондықтан реакция жүрмейді. Келесі тапсырма: бізде тотығы-тотықсыздану реакцияларының электрондық баланс әдісімен теңестіру қажет. Хлор -1, мына жерде 0, оттегіміз -2, жоқ, бұл жерде тотығы дәрежесі 0 болады, себебі жай зат мына жерде -2 болады. 2 хлор -1, 2 электронды беріп, хлор 2 0-ге айналады. Бұл тотығы процесі. Оттек O2 0-ден 4 электронды қосып, бұл жерде 2O- 2-ге. Енді 2 және 4 қысқарып кетеді, 1 және 2 орнына ауыстырамыз, 2 және 1. Хлор мына жерде 4 пен 2-ден есепте бір жерінде қате бар. 4 оттектің алдына 3 кетеді, феррум 2O3-тің алдына 2 қойылады, хлордың алдына 6 қойылады. Осылайынан істемесе теңеспейді. Келесі тапсырма: натрий хлор одан хлор және натрий хлорид алынған. Бұл жердегі хлорымыз біздің +1, мына жерде +5 -1. Енді хлор +1-ден 4 электронды қосып алып, хлор 1-ден +5-ге дейін өзгерді. 4 электрон жоқ, 4 электрон береді. Келесіде хлор +1-ден өзгеріп тұр, 2 электронды қосып алып, хлор -1-ге дейін. 4-те 2, 2-де 1, орнына ауыстырамыз, 1 және 2. Хлордың алдына 2, мынау хлордың алдына 2 қоямыз. Натрий хлор 3-дің алдына 3 қойылады. Келесі тапсырма: 2-ші топ элементтері бериллий, магний, көмір, кальций қатарында элементтердің металдық қасиетінің өзгеруі. Өседі әрине. Топ бойынша жоғарыдан төмен қарай радиус артып, металдық қасиет күшейеді. Келесі: магний, кальций қосылыстары үшін анықтамалар дұрыс па? Бұл жерде бұл металдардың гидроксидтері сілті болады. Келесі: қосылыстарында +2 тотығы дәрежесін көрсете ме? 2 жауапта дұрыс. Келесі тапсырма: бізде сәйкестендіру, қосылыстардың формулаларын және қолдану аясын сәйкестендіріңіз. Кальций гидроксиді формуласы. Кальций гидроксидінің формуласы бізде
мынау кальций гидроксидінің келесі басқа түс алайын, мен себепке шатасамыз. Енді кальций гипохлориді. Кальций гипохлориді, кальций хлор 2. Кальций хлор 2. Бұлай. Келесі кальций карбонаты. Кальций карбонаты бізде. Енді кальцийдің карбонаты мына жақта тұр. Бұлайына істеп қойын. Келесі алебастр. Алебастр кальций сүтіп бізде 0,5H2O. Мына алебастрдікі, мынау кальций оксиді. Кальций оксиді. Ол бізде мынау кальций оксиді. Енді бізде гипс қалды. Мынандай түспені ғаныш, немесе гипс дейміз. Кальций С4 2H2O. Бұл бізде ғаныш. Енді мына жерде шатасып кетпесін деп мен астына сыздым. Мына кальций гидроксидінің формуласы бізде. Және қолдану аясын. Құрылыста топырақты қышқылдығын реттеу үшін қолданылады. Кальций гипохлориді, кальций хлор 2 бізде су дезинфекциясы, ағартқыш, залалсыздандырғыш үшін қажет. Кальций карбонаты, құрылыс, өнеркәсіп, минералды тыңайтқыш. Кальций СО3. Алебастр, яғни жаңағы ғанышымыз біздің. Алебастр күйдірілген гипс дейді кейбір жерлерде. Кальций С4 және 0,5H2O. Сәндік бұйымдар мен мүсіндер алу үшін. Кальций оксиді, кальций О бізде әк өндірісінде, металлургияда, цемент өндірісінде көп қолданылады. Кальций сульфаты бізде кальций С4 2H2O, гипс, медициналық таңғыш, құрылыс материалы, оның ішінде гипсокартон өндіруде. Алебастр алу үшін шикізат ретінде пайдаланылады. Осымен біздің талдауымыз аяқталды. Сұрақтар болса, комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Рахмет.